Ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздермен өте дәмді маринадталған құйрықтың жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Менде 600 грамм құйрық алдын ала осындай бөліктерге бөліп, қайнап тұрған суда 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Егер одан ұзақ уақытқа пісірсеңіздер, құйрық езіліп кетуі мүмкін. Көз мөлшеріне қарай тұз саламыз. Орегано, розмарин дәмдеуіштерін саламыз. Бұл дәмдеуіштер ет тағамдарына арналған, сондықтан да өте үйлесімді дәмді болып шығады. Алдын ала үккіштен өткізілген 5 дана сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді смесімізді дайындап аламыз. Бұл жердегі смес паприка мен ащы бұрыштан жасалған. Егер де ащы бұрышты жақсы көрсеңіздер, ащы бұрышты көбірек салсаңыздар болады. Осылай құйрықтың барлығын бұрышқа батырып алып дайындап шығамыз. Құйрығымыз дайын болғаннан кейін тоңазытқышта сақтаған жөн, себебі құрамында сарымсақ болғандықтан бұзылып кетуі мүмкін. Сіздерге де бұл құйрықты жасап көруге кеңес беремін. Біз барлығымыз отбасымызбен жақсы көреміз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап қараңыздар, ас болсын.